Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға қазақтың ұлы ақыны, ойшыл, аудармашы, композитор Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл толуына орай ұйымдастырылған Абай әлеміне саяхат атты виртуалды кітап көрмесін ұсынамыз. Қазақ поэзиясының шыңы Абай Құнанбайұлының мұралары халқымыз үшін өлшеусіз биік. Оның ішінде ақынның моральдық, философиялық, қоғамдық, саяси әрі сыншылдық, сатиралық көзқарастарының тұлғалы жиынтығы болып есептелетін қара сөздерінің орны орасан зор. Қара сөздер ақынның өз өмірін күн нұрындай қақ жарып өткен дүниетанымының, оқуы мен білімінің, амал әрекетінің, тіршілік арпалысының ойлы қорытындысы. Көңілімнің санасы Абай Құнанбайұлының философиялық лирикасына жататын өлеңдер топтамасы. Бұл өлеңде ақын өзінің көңіл күйі мен ішкі жан дүниесін, рухани күйзелісін сипаттайды. Абай бұл өлеңдер арқылы адамның көңілі мен санасының арасындағы қайшылықты, көңілі таза, биік мақсаттарға ұмтылса да, өмірдегі әділетсіздік, надандық пен надан адамдардың әрекеттері оның көңілін күйзелтеді. Ақын надан көпшіліктің арасынан рухани серік таба алмай, жалғыздық пен күйініш сезімдерін бастан кешіреді. Адам жанының көңілінің терең сырлары айтылады. Көңіл нағыз таза сана, ал оны бұзатын нәпсі мен құмарлық. Абай ақылды, ар-ұжданды биік қояды. Адам баласы шынайы бақытты дүниеден емес, көңілдің тазалығынан, рухани байлықтан іздеуі керек. Ескендір поэмасы Абайдың гуманистік көзқарасын тереңірек танытатын елеулі сюжетті туындысы. Поэмада шығыста Ескендір Зұлқарнайн деген атпен белгілі, Еуропада Александр Македонский аталатын ежелгі грек қолбасшысының өмірі жайында аңыз жазылған. Ескендірде Еуропа ақындары да шығыстың Фирдауси, Низами, Әлшер Науаи, Жәми сияқты ұлы ақындары да жырларына қосқан. Абай бұл тақырыпты ескі үлгінің ешқайсысын алмай өзінше жырлаған. Сіздерге Абай Құнанбаевтың 3 тілде жазылған хикмет кітабын ұсынамыз. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, философ, композитор және көрнекті қоғам қайраткері. Абайдың әдеби мұрасына енген өлеңдері, поэмалары, аудармалары және ерекше стильде жазылған философиялық қара сөзі ақынның терең ой толғаныстары мен жан дүниесінің көп жылғы жемісі. Ақынның асыл мұрасы әдебиет тарихында қазақ халқының рухани мәдениетінің шыңы болып табылады. Ұлы ақынның халқына аманат қылып қалдырған философиялық еңбегі данышпан ойшылдың рухани кәмілдігінің дәлелі. Абайдың өмір баяны мен шығармашылығы жөніндегі қолжазбалар каталогының бірінші кітабына ақынның қазақ этногенезі мен этникалық тарихын қаузайтын еңбегімен қатар ұлы Тұрағұлдың және Мүрсейіт Бікіұлының қолжазбалары енгізіліп отыр. 2020 жылдары Алматыда Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының бастамасымен 3 томдық академиялық басылым ретінде жарық көрген бұл жинақ Абай Құнанбайұлының өлеңдерін, аудармаларын, қара сөздерін, поэмаларын, хаттары мен музыкалық шығармаларын, сондай-ақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы мен текстологиялық талдауларын біріктіреді. Абай адам атын мақтан тұтуды жоғары этика мен рухани миссияға балаған. Білімге ұмтылу, өзгені сыйлау, адал еңбек ету, осы арқылы ғана адам атына лайық болуға болатынын жеткізеді. Бұл тек леп еместік емес, адамның өзі даңқы болатынын өмірлік бағдаршы тұжырым. Абайдың мұрасы халқымыздың рухани тірегі. Сол себепті осындай игі бастамалар арқылы оны насихаттау баршамыздың ортақ парызымыз. Абайды оқып, терең танып, оның дана сөзін жүрекпен сезінейік.